2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарнасы енгізіледі. Яғни кәсіпкерлер бұдан былай қызметкерлер үшін өз есебінен 5% мөлшерінде қосымша зейнетақы жарнасын төлеуі тиіс. Бұл ереже кезең-кезеңмен жүзеге асады. Еңбек министрлігі бұл болашақ зейнеткерлердің зейнетақы табысын арттыруға септігін тигізеді дейді. Бұл туралы Информбюро хабарлайды. Еңбек министрлігі зейнетақы жарналарына байланысты жаңа ережелерді бекітті. Оған сәйкес ай сайынғы 10% жарнадан бөлек жұмыс беруші қызметкерлер үшін өз есебінен қосымша төлем жасауы тиіс. Ол келесі жылдан бастап 1,5%-ға өсіп отырады. Бұл болашақ зейнеткерлердің зейнетақысын арттыруға бағытталған қадам дейді министрлік өкілдері. Жұмыс берушіге жүктемені азайту үшін 1,5% ставкадан бастап жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын кезең-кезеңмен енгізілу көздеп отыр. Яғни 2024 жылы 1,5% ставкалық проценттік мөлшерде болса, зейнетақы жарналары 2025 жылы 2,5% ставкамен болады. Яғни 1%-дан қосылып отырады. Нәтижесінде 2028 жылдан бастап жұмыс беруші төлеуі тиіс міндетті зейнетақы жарнасы 5%-ды құрайды дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі департаментінің бас сарапшысы Бибігүл Игенова. Қызылордалық Қуаңбаева келесі жылдан бастап жұмысшылар үшін төлейтін қосымша зейнетақы жарнасына қарсы шыққан кәсіпкерлердің бірі. Айтуынша бұл бизнесмендердің қалтасына салмақ түсіреді. Өйткені табысымыз шикізат сатып алудан, жұмысшыларға еңбекақы мен әлеуметтік төлемдер төлеуден артылмайды дейді ол. Қазіргі уақытта енді кәсібімді ұлғайтсам ба деп ойлап жүргенмін. Мына жаңалықтан кейін енді қалай болады екенін білмеймін. Ойланып отырмыз. Тіпті енді бұл жағдайда жеңіл өнеркәсіптегі шағын кәсіпкерлер жабылып қалуы да мүмкін. Өйткені оны қалтамыз көтермейді дейді кәсіпкер. Ал экономист Бегнұр Досжан еңбек министрлігі бекіткен ережемен келіспейтінін айтады. Өйткені бұл жағдайда кәсіпкерлер өз қамын ойлап жұмысшылардың еңбекақысын қысқартуға дейін барады дейді. Ең соңында жалақының 30%-на жуығын әлеуметтік төлемдерге жұмсайтын жұмысшылар табыссыз қалады. Оның соңы әлеуметтік наразылыққа келуі мүмкін. Соның көлеңкелі экономика құрылуы мүмкін. Кәсіпкерлерге бұл өйткені пайдасыз. Соның арқасында двойная бухгалтерия деген болады. Сол кезде көбі табыстарын көрсетпей, ең төменгі 70 мың теңгеме сол 70 мың теңгені көрсетіп, тек сондай жалақы төлеп, ал қалған бөлігін қолма-қол беруге көшіп кетеді дейді ол. Экономист зейнетақы жарнасы 10%-дан аспауы тиіс. Әлеуметтік төлемдердің көлемін өсіре бергеннен пайда жоқ дейді.